Жаһандағы қауіп-қатерді ескере отырып, ертерек ес жиып, етек жеңді қымтап, сананы салмақтау үшін жаңғырудың жаңа толқыны қажет болды. Сол үшін де елбасының рухани жаңғыру бағдарламасы, ұлы даланың 7 қыры мақаласы жолданды. Ұғына білген жанға бұл екі еңбектің де айтары астарлы, жүктеген міндеті де салмақты. Ағайын армыстар, бұл дін және заман бағдарламасы. Бүгін бізде қоғам қайраткері, тіл жанашыры Мұсабеков Бақытқали Мұхаммедқалиұлы қонақта талқыға салар тақырыбымыз тұлғатану төңірегінде болмақ. Армысыз, студиямызға қош келдіңіз. Бақытқали Мұхаммедқалиұлы, тұлғаны қалыптастыруда өзіңіздің бір жазып қалдырып жатқан, келер ұрпаққа үлкен бір өнеге қылып жатқан белгілі бір қағидаларыңыздың барын білем. Дегенмен де алғашқы сұрақ, тектілікті қалай қалыптастыру қажет? Тектілік деген ұғым, бұлан кезінде түгел сөздің түбі бір түп атасы Майқыби десек, сол Майқыби бабамыз сол заманда айтыпты ғой, тұлпардан тұлпар туады, сұңқардан сұңқар туады. Асылдан асыл туады, жалқаудан масыл туады. Масылдан мал бақпас туады, мал бақпастан қалжақпас туады. Қалжақпастан езбе туады, езбеден кезбе туады. Біз сол тектінің тұяғымыз, асылдың сынығымыз. Мені қазір жаңа өзің айтып кеткендей, кешегі елбасының 7 қырымызды танып біліп жатырмыз, ұлы даланы. Біз соны сақтың ұрпағы екенбіз, біз ғұнның ұрпағы екенбіз, біз түрік әлемінің төрінде отырғанымызды бәрін сезіп біліп жатырмыз. Рухани жаңғырудың да көздеп отырған мақсатымыз. Біз өзіміз тектің ұрпағы екенімізді көрсетейік, дәлелдейік. Оның барлығын айтқан кісілеріміз бар деп отырмыз. Жаңа рухани жаңғыру деп отырсыз. Рухани тұрғыдан жан дүниемізді жаңғыртудың жолы қайсы? Бірінші, өзіміздің қазақ екенімізді әлемге паш етуіміз керек. Елбасы сол ұлттық кодты айтып отыр. Ұлттық кодты қалыптастыру. Ол деген біздің салт дәстүріміз, әдет ғұрпымыз. Бұл жазылмаған заң. Осы қаншама мың жыл талқыдан өткен дүниелер. Қай салтты қалай сақтау, ол салттың оңы бар, солы бар. Соның бәрін халықтың кәдесін жарайтын қылып, ықшамдап жасап келтірді. Оның ғұмырымен осынша уақыт болды. Соның арқасында ұлтта ауыз бірлік болды. Төрде түгел болса, төбеде келеді. Алтау ала болса, ауыздағы кететінін де сездірді. Мен осы қасиетті әкелу керек. Әлем бізді қазақ деп тану керек. Қай ұлттың өкілі болсаң, бола бер. Сен осы қазақтың жерін мекендеп жатырсың ба? Суын сулап, отын оттап жатырсың. Сенің ділің, сенің тілің қазақ болу керек. Осыған бейімдеп отыр ол кісі. Яғни Абайдың ғұлама дүниелерін бойыңа сіңір, дарыт. Егер Абай тұрып, адам болу үшін 3 қасиет бойыңа сіңір, басты тұлған. Ыстық қайрат, нұрлы ақыл, жыл жүрек болсын десе, соның бәрі қалыптастыр. Қайратты бол. Өмір деген жай нәрсе емес. Оның ащысы да болады, оның тұщысы да болады. Оның қайғысы да болады, оның қасіреті де болады, оның сатқындығы да болады, оның азабы болады, оның тозағы болады, соның бәрін шыдайтын жан бол деп отыр. Екіншісі, нұрлы ақыл дейді, білімді болды, өнерлі болды деп отыр. Жылы жүрек дейді, кешірімді болды. 7 қырда қазір елбасының айтып отырған сол. Қараңдар, қазақтың қандай ұлылары билікте болды. Елбасымыз сол 7 қырда ұлы даланың ұлы тұлғаларын ұлықтай отырып, ұрпаққа бір сабақ бергісі келіп отыр. Осы тұрғыда кешегі өткен Абайды, Шәкәрімді, Яссауиді бетімізге мысал үшін алдымызға ұлы тұлға деп көрсете отырып, мақтана отырып, бүгінгі ұрпақтың санасына бір серпіліс беру керек сияқты. Иә. Енді тәуба, бізде қазір міне Абай оқулары жүріп жатыр. Жылда соны өткізеді, қаншама шәкірттер Абай оқуларында өзін танытып көрсетіп жатыр. Мен кеше ғана Ахмет Байтұрсын мектебінде болдым, гимназияда. Олар Ахмет Байтұрсынның бірінші оқуларын жасады. Бірінші сыныптан бастап 10-шы сыныпқа дейін балалар Ахмет Байтұрсынұлының өлеңдерін жатқа оқып отыр. Өте жақсы саясат. Оның үстіне біздің ұлтқа берген Алла Тағаланың бір жақсы қасиеті, біздің зердеміз өте жақсы, қояу. Сол қасиетті сақтап қалу керек. Нота жазбай, ештеңе жазбай, Құрманғазының күйі мына батыста шығып жатса, шығыста орындалып жатады екінші күн. Шығыста Абайдың өлеңдері оқылып жатса, батысына да оңтүстігін, солтүстігіне жетіп жатады. Ауыздан ауызға. Қазақтың бишісіндер сөздері орындалып жатады. Көрдің бе қандай асыл қасиет. Біз соны құртып алып тұрмыз. Сол қазір шешендік өнердің жоқтығынан сөздің салмағын ұғынбайтын
бір жеңіл сөзге бейім тұратын ұрпақ қалыптасып келе жатыр. Жаңа сіз айтып отырған салт дәстүрден де алшақ қалып жатырған сияқтымыз. Салт дәстүр мен діннің сабақтасуы да алыстап кеткен сияқты. Әрине. Мысалы, ол дін қаншама ғасыр талқыдан өтіп, ислам діні әлемді мойындаттырған тіл. Енді бүйректен сирақ шығарып, соның ортасында неше түрлі діндарлар пайда болып жатыр. Олар сол өзінің идеологиясын жүзеге асырғысы келіп отыр. Біздің де мына неше түрлі жаман діндердің ішіне кіріп кетіп жүргеніміз міне осыдан. Аңқау елге арамза молла деп сол дүмше моллалар бәрін құртып жіберді. Қазір және ол қиын заманда кіріп кетті. Біз қай уақытта сол біз әлгі зейнетақысын да төлей алмай, жалақысын да төлей алмай, ел жұмыссыз қалып, далада қалып, керемет қиын жағдайларда сол кезде олар да пайдаланды. Олар шетелден келіп, сендерді қарық қыламыз, сендерді адам қыламыз. Өзі біреу адам қыламның қолтығына шықтыққан кезде, екіншісін табанның астында қақып қойдық. Оны да жасырмау керек. Оны да елбасы айтып отыр. Айналайын әке, қазір сол кезде жібердік. Ал енді соның бәрін түзетейік, орнына қояйық деп. Осы діни дүдамалдыққа сол аумалы төкпелі кезде бұрындық деп жатырмыз. Дегенмен де қазір діни сауаттылықты арттырып, сол кеткен қателікті оңалтуға болады ғой. Шетелден келген дүниелер, олар жай осал дүние деп қарап керек жоқ. Ол опиум. Ол егер сенің қаныңа дарып кіріп кетсе, одан кісіні алып шығу өте қиын. Себебі басында олар сені қарық қыламыз, жылдан бай қыламыз, сен жағдайыңдағы бәрін жөтеміз деп алып алады. Оның кейін сені аздырады, тоздырады, тіпті баспанасыз қалдырады. Соны біз мына дін басқармасын мына отырғаны, бұлар соны көрсетіп нақты. Міне қараңдар, неге апарып соқты. Міне қандай зардапқа душар болдыңдар. Енді тек қана айту емес, енді содан шығатын жолды көрсетіп отыр. Қазір мен естіп жатырмын, шешесі өлсе, 3 сағаттың ішінде көму керек деп айтады деп. Айналдым. Ол араб еліне келеді, бізге емес. Оларда құм, оларда 60 градус ыстық. Оларда жылдам, анау бүлініп кетпей тұрған кезде жер қойнауына беріп, сосын ол құммен қоса ағып кетеді. Басына үй тұрғызбайсың. Ал біздің қазақтың өзінің салты бар ғой. Сол салт дәстүрден алшақтап қалғандықтан да ғой адасуға алып барып жатқаны. Қымбатты, қадірлі, жақын адамдарымыз сезбей кеттік. Жаңағыда жоқтау деген абайдың анау ұлын жоқтаттырып келінің аузына сөз салып береді. Қазақтың жоқтауларын оқып қарап отырсаң, сен қандай қара ниетті, тіпті жаман адам болсаң да көзіңнен жас еңірейтін, ағатын болады. Кезінде мысалы үшін қазақ қара домбыраның қасиетімен ақ қаралы хабарды жеткізе білген ғой. Иә. Ана жиреншелерге әйелінің қазасын өзін айттырды ғой. Қандай үлкен мәдениет. Солай болса, Бақтығали Мұхаммедқалиұлы, бүгін алтын уақытыңызды бөліп келіп, салт дәстүрден салмақты ойларыңызды бөлісіп, дінге қатысты қазіргі адасып жүрген ұрпаққа ақ жол көрсеткеніңіз үшін, бүгінгі хабарымызға қатысқаныңыз үшін көптен көп рахмет. Рахмет, Айналым. Санаға сілкініш жасап, ескінің естісін ескеріп, жананың жағымсын, жақсысын жадымызға сіңірсек, бұл рухани тұрғыда жаңғыру болмақ. Бастысы атадан қалған асыл мұраны, бабадан қалған бай тарихты, дәстүрден ауытқымаған дінді ананың сүтімен тараған ана тілді ұмытпау қажет. Ұлықтау керек. Аман сау болыңыздар.